Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 2-ші сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 5-ші сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз бассейнге барамын деген тақырыппен танысатын боламыз. Мен бассейнге барамын, сен бассейнге барасың, ол бассейнге барады, су жылы, су суық. Жаңа сөздер: су, жылы, суық, бала. Бірінші тапсырма: тыңдалым, оқылым, тыңда, қайтала, оқы. Бассейн кішкентай, балалар, бала, су. Қолмен. Тыңдалым, оқылым тапсырмасы: тыңда, қайтала, оқы. Мен бассейнге барамын, мен бассейнге бармаймын. Су суық, су жылы. Бірінші тапсырма: сөйлемді толықтырып жаз. Бұл бассейн. Мен бассейнге барамын, мен бассейнге бармаймын. Екінші тапсырма: суретке қарап Әлібектің атынан сөйлеңдер. Мен бассейнге барамын, маған суға түскен қатты ұнайды. Су жылы, суға түсуге балалар көп келеді. Үшінші тапсырма: тілдесім, диалогты толықтырыңдар. Сен бассейнге барасың ба? Я, мен бассейнге барамын. Ал сен ше? Жоқ, мен бассейнге бармаймын. Төртінші тапсырма: тілдесім, кім жылдам ойыны? Бұл ойынды ойнау үшін 2 топқа бөліну қажет. Мұғалім көрсеткен суреттердің атын тез айту керек. Қай топ көп сөз айтса, сол топ жеңіске жетеді. Жаттайық. Бұлақтар. Таудан аққан бұлақтар, күмбір-күмбір күй-ақтар. Жиегінде билейді құнды жалды құрақтар. Мен бассейнге барамын, су жылы, су суық. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыз.